осы көп жағдайда стадионда, телевизордан қарап отырамыз, біздің Қазақстан құрамасының, Қазақстан командаларының бір кемшілігі пасты дәл бермейді, дәл пас бермейді. Соның кесірінен көп ретте осы біздің қақпаға гол соғылып жатады. Сонда алаңда ойнап жүргенде 5 метр, 10 метр болсын, дәл пас беру үшін сіздерге не жетпейді сонда? Мандраж бола ма? Мысалы, өткен Қазақстан ойында Асхаттың кесірінен біздің қақпаға гол соғылды. Сондай минустар бар. Осы минустармен қалай жұмыс істейсіздер? Қалай сондай жағдай болмау үшін не істеу керек сіздерге? Нұралы, сіз кішкене футболшы ретінде жауап берсеңіз, кейін Әлихан Әлиұлын тыңдасақ. Әрине. Ассалаумағалейкум. Сіздің айтқаныңызға қарағанда футбол ойнап көрдіңіз бе өзіңіз жалпы? Иә, ойнаймын. Ойнасаңыз, әр адамда, тек ол бізде емес, ол үлкен чемпионатты қарасаңыздар, кеше Селтиктің қақпасы, Қайраттың қақпасына бірге бір келе жатырып воротадан қисық тепті. Ол мысалы Селтиктің игроктары дейтін неше 100 миллионнан асып жатыр мысалға. Соның өзінде де қателіктер істейді. Серия пенальтиде мысалы Темірланның арқасында ол дейтін мысалы басқа игрок болса салу мүмкін еді. Бірақ Темірлан сол жерде жақсы өз позиция тауып қайтарды. Мысалы әр адамда, любой адамда, жұмыстан да, любой профессиядан да қателіктер болады. Оны енді әрине сол соңғы матчта дейтін Асхаттың передачасы менің аяғым тимей қалды. Содан кейін 10 секундтан кейін гол кіріп кетті. Бірақ осы алаңда ойнап жүргенде, мысалы ең соңғы минуттарда аутқа тиіп болады ғой допты, жауапты ойындарда, ортаға тебесіз. Құрметті әріптес, ертеңгі матчқа қатысты баспасөз мәслихаты, ал футболдың жалпы әліппесін біз кейінірек айтайық, асықпай өзіміз.